Жанболат Мамай міне 1 жылдан асты қамауда отыр. Қараша айында оны түрмеден үйқамаққа ауыстырса да, әлі күнге дейін оқшаудан босатпай отыр билік. Мұнымен қоймай, қаңтар оқиғасын ұйымдастырды деп, оны 6 жылға шартты түрде соттады. 6 жылға қоғамдық саяси қызметпен, журналистикамен айналысуға тыйым салды. Бұл өте ауыр жаза екені сөзсіз. Шартты жаза деген не? Мысалды 6 жылға сотталып, 5,5 жылын пробацияда жүріп өтесізде, қалған жарты жылында заң бұзушылық болды деп санаса, билік оны қайтадан сол 6 жылға түрмеге отырғыза алады. Масқара емес пе? Бұл Жанболаттың осымен 3-ші рет қылмыстық жауапкершілікке тартылуы, 3-ші рет абақтыға қамалып, қылмыстық іс арқалауы. Ондай биографиясы бар оппозиция қайраткері Қазақстанда кемде кем. Соған қарамастан биліктің тапсырмасымен менен атағы асып кетпесін, ел ішінде сый құрметі жоғарыламасын деген мысық тілеумен оған қарсы сөз айтатын, жала жабатын пенделер де бар. Сондай жаланың бірі Жанболат Мамай Назарбаевтармен, ішінде Нұрсұлтаны бар, Дариғасы бар, толып жатқан ұры қарылары бар, солармен байланысы болды деген сөз. Бұған Жанболаттың өзі жан-жақты жауап берер еді, егер бостандықта болса. Енді бұл жаланың нағыз сұмпайысы екені рас. Жанболат Мамай өмір бойы Назарбаев билігімен күресіп келді. Бір ғана Дариға Назарбаеваға қарсы қаншама эфир арнады. Оның бар іс әрекетін әшкереледі. Халықтың көзін ашты. Сол туралы ашық айтты. Біле білсек, Жанболат Мамай сол Дариға Назарбаевалардың ең бірінші жауларының бірі болды. Кеше 5-ші қаңтарда оған шабуыл жасаған дәл осы Назарбаевтардың адамдары еместігіне кепілдік бар ма? Дариғаның командасына кіретін Нығматуллинді, Байбекті, басқа да шенділерді Жанболат Мамай әшкерелеп, шындықты жазып, айғақтарды жария етті. Ендігі бір жала Жанболатты Кәрім Мәсімовтің адамы етіп көрсету. Бұған дені дұрыс адам сенбейді әрине. Бірақ соған қарамастан Жанболатты Мәсімов кеткен соң қамады, бұрын қамамайтын деп өтірікті шынды Құдай ұрғандай етіп жала жабатындар бар. Енді өзіңіз ойлаңыз, Жанболаттың соты ашық түрде өтті. Егер Жанболат Мамайдың Мәсімовпен байланысы болса, сол сотта тергеу орындары одан ұлттық қауіпсіздік қызметі төрағасы туралы сұрар еді ғой. Неге сұрамады? Жанболаттың бүкіл іс-әрекетін егжей-тегжейлі тексерген құзырлы органдар оның телефонынан, кездесуінен сол Мәсімовпен бір байланысты табар еді ғой. Бар ма сондай дерек? Жоқ. Енді өзіңіз ойлаңыз, Демпартия жетекшісін 8 ай бойы билік тергеді. Мәсімовпен ұлттық қауіпсіздік қызметімен бір байланысын тапты ма? Ол бостандықта жүргенде оны үнемі аңдыды, телефонын тыңдады. Ал енді сонда бір айғақ табылар еді ғой, егер шынымен биліктің адамы болғанда. Ондай болған жоқ. Егер дәлел дерегі болса, бұл билік Жанболатты аяп отырмас еді. Ондайды жерден жеті қоян тапқандай болып, жаһанға жар салып жариялар еді. Жанболатты жаппай қолдап отырған халықаралық қауымдастық алдында ту етер еді. Оны билікшіл блогерлер іліп әкетіп, бүкіл әлеуметтік желіге соны салар еді. Сосын айтар еді, міне Жанболаттың Мәсімовпен байланысы екеуі қаңтарды ұйымдастырды деп. Ал ондай бір фактісі болған жоқ. Себебі бұл бастан аяқ өтірік. Егер Жанболат биліктің адамы болғанда, ол сотталмақ түгілі қазір партиясы тіркеліп, парламенттің төрінде отырмас па еді. Немесе зып етіп қазіргі биліктің жағына шыға салар ма еді. Егер позициясы жоқ, мінезі солқылдақ біреу болғанда. Сондай болды ма? Көріп отырсыз. Керісінше ол қудаланып, қуғынға ұшырап отыр. Жанболаттың қорғаушысы да, қолдаушысы да бір Алла, сосын халық екені ақиқат. Оны қудалау, түрмеге отырғызу, артынан 6 жылға соттау, соның айқын дәлелі емес пе? Кезінде Мәсімовке, Самат Әбішке қызмет еткендер қазір
Тоқаев әкімшілігіне жұмыс істеп жүргені жасырын емес қой. Кім бар қазіргі билікке жаңадан келген? Қазір қызметі өсіп, идеологиялық саланы басқарып отырған Ерлан Қаринді алыңыз. Міне оның Мәсімовпен бірге тұрған суреті. Сол сияқты қазір депутат болып отырған Мақсат Толықбайды алыңыз. Оның Самат Әбішке қызмет етіп жүргені көпшілік арасында талқыланды. Қазір мәнсәбі жоғарлап депутат болып отыр. Нартай Аралбай ұлын алыңыз. Дариға Назарбаеваға қызмет етіп келді. Онымен бірге түскен суреттерін жиі жариялап тұрды бұрын. Қаңтар оқиғасынан соң ол суреттердің бәрін өшіріп тастады. Елнұр Бейсенбаев Байбекке қызмет етіп, соның шашпауын көтеріп жүргені мәлім. Қазір Қошановтың жанынан қалмайды. Демек, бұрын Мәсімовтерге, Байбектерге, Назарбаевтарға қызмет еткендер қазір де билікпен ауыз жаласып, солардың отымен кіріп, күлмен шығуда. Әрине, өз мансаптары қызметтік өрлеу үшін. Ал Жанболат қай уақытта билікке қызмет етіпті? Үнемі халықтың жағында жүрді. Билікке қызмет еткен адам еш уақытта түрмеге отырмайды. Өз адамын түрмеге қамап, оны соттап, қоғамдық өмірден аластайтындай билік ақымақ па еді? Әрине жоқ. Жанболатты соттаған себебі оның саяси потенциалынан, ел алдындағы беделінен және ұйымдастырушылық қабілетінен билік әбден қорықты. Сол үшін де оны оқшаулап, саяси науқанның барлығын өткізді. Егер Жанболат парламент сайлауына қатысқанда, ол сөзсіз жеңер еді. Жеңісін қолдан беріп, қарап отырмаста еді. Міндетті түрде сол үшін соңына дейін күресіп, шындықтың жағында болар еді. Оны билікте түсініп, біліп отыр. Сол себепті оны соттап, қудалап отырғаны. Бірақ бұл әділетсіздікті жеңетін күн туады деп ойлаймыз. Жанболат сияқты азаматтар әлі де халқына қызмет етеді, елге өз еңбегін сіңіреді дегенге толық сенеміз. Алда Жанболаттың апелляциялық соты болады. Одан кейін жоғарғы сотқа шағымданамыз. Сосын міндетті түрде Біріккен Ұлттар ұйымы адам құқығы бойынша комитетке арыз жолдаймыз. Әділдікке жету үшін барлық сатыдан өтеміз. Жанболат Мамайға қолдау білдіріңіз. Өз пікіріңізді қалдырып, осы видеоның сілтемесін жан-жаққа таратып, ақиқатты елге жеткізіңіз.